Бауыр хеппар, қабынуы гепатит. Бауыр топографиясы оң жақ қабырғасында орналасып, қабырға доғасынан сырт төмен түспейді. Бауырдың негізгі пішіні саңырауқұлақтың қалпағына ұқсас. Соған байланысты бұның екі беті болады. Мынау көкеттік беті көріп тұрғанымыз, мұнда көріп тұрғанымыз висцералдық беті. Бауырдың көкеттік беті алға жоғары қарап көкетпен жанасады, ал висцералдық беті артқа төмен қарап ішкі мүшелермен жанасып тұрады. Бауырдың көкеттік бетінде мына орақ тәрізді байлам арқылы екі үлеске бөлінеді. Оң және сол үлеске. Бауырдың оң үлесін лобус гепатис декстра дейміз, сол үлесін лобус гепатис синистра дейміз. Бауырдың көкеттік бетінде біз орақ тәрізді байламнан бөлек тағы да біз тәждік байлам көреміз. Және сол үшбұрышты байламды, және оң үшбұрышты байламды, және жұмыр байламдарды ажыратамыз. Бізде орақ тәрізді байламды лигаментум фальциформе деп атаймыз, тәждік байламды лигаментум коронариум, сол үшбұрышты байламды лигаментум триангуляри синистра, оң үшбұрышты байламды лигаментум триангуляри декстра деп атаймыз, ал жұмыр байламды лигаментум терес деп атаймыз. Осы айтылған байламдар арқылы біздің бауырымыз көкет бұлшық етіне бекініп жабысып орналасады. Келесі висцералдық бетін қарайтын болсақ, бауырдың біз бірінші үш жүлгесін ажыратып аламыз. Бұл мына көлденең жүлгесін, оң бойлық жүлгесін және сол бойлық жүлгесін. Ағылшынның H немесе қазақша N деген әріпке ұқсайды. Осы байламдардың осы жүлгелердің арқасында біздің бауырымыз төрт үлеске бөлінеді. Оң үлеске, сол үлеске, мына көріп тұрғанымыз құйрықты үлеске, төменгі жағында шарш үлеске бөлінеді екен. Оң үлес лобус декстра, сол үлес лобус синистра, шарш үлесі лобус квадратус, ал құйрықты үлесі лобус каудатус деп атаймыз. Бұның жүлгелерінде, яғни көлденең жүлгесінде бауырдың қақпасы жайғасады, оны порта гепатис дейміз. Ол бауырдың қақпасы арқылы бауырдың ішіне қарай қақпа венасы, меншікті бауыр артериялары, жүйкелер кіреді. Одан өт өзегі және бауыр венасы сыртқа шығады. Келесі, ал оң бойлық жүлгесінде оның алдыңғы жағында өт құлғының орналасқан орнын көреміз. Бауырдың висцералдық бетінде ішкі мүшелерімен жанасып орналасқан екен, олардың батыңқы іздері анықталады. Мынау көріп тұрғанымыз бұл оң бүйректің батыңқы ізі, мынау бүйрексті безінің батыңқы ізі, мынада жиектік ішек, яғни жуан ішектің қампаймаларының батыңқы ізін көреміз, және оң елі ішектің батыңқы ізін анықтауға болады. Бауырдың сырты негізінен капсуламен қапталады. Оны капсула гепатис дейміз. Ол бауырдың қақпасына келген кезде бауырдың ішіне еніп, бауырды үлесшелерге, яғни бауырдың құрылымдық бірліктеріне бөледі. Ол үлесшелер бауырдың гепатоциттерінен түзіледі. Гепатоциттерінен түзіліп, бауырдың құрылымдық бірлігін түзеді. Бауырдың атқаратын қызметтері көп. Негізгі қызметтері адам ағзасында жүретін зат алмасу процестерін реттеу. Сол үшін бауыр адам ағзасының лабораториясы болып саналады.